Баршаңызға сәлем. Бұл пайдалы кеңес арнасы иммунитет үшін С дәрумені вируспен күресуге көмектеседі және суық тию мен ауамен жұғатын аурулардың қайталануын болдырмайды. Сондай-ақ аскорбин қышқылы рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді екен. Апельсин шырыны антиоксиданттар мен С дәруменіне бай цитрустық жемістердің бірі. Бүйрекке, сүйекке, буындарға, көзімізге және жүйке жүйемізге, қан қысымына, жүрек қан тамырларына пайдалы екен. Сонымен апельсин шырынының пайдасы туралы айтамын. Видеоның соңына дейін қарап, мен еңбегімді бағалап, подписаться кнопкасын басып, сіздерге болмашыған әрекет мені шабыттандырады. Біздің ағзамыз С дәруменің өздігінен өндіре алмайды. Біз оны тек тамақ арқылы тұтынамыз. Ал С дәрумені ағзаны токсиндерден тазалап, иммунды жүйені көтеруге көмектеседі және ерте қартаюды алдын алады. Ұлттық институтының зерттеуінше, әрбір ер адам 90 мг С дәруменін күн сайын тұтыну қажет. Ал әйелдер 75 мг. Апельсин шырынының құрамында С дәрумені 97% құрайды. С дәрумені бұл адамның өмірі бойы қажет болатын витаминдердің бірі. Ол клеткалардың өсуіне көмектеседі, әсіресе балалар мен жүкті әйелдерге пайдасы мол. Апельсин шырыны ол қан қысымының жақсартуына әсер етеді, қан айналымына көмектеседі, қысымды тұрақтандырып, бас ауруының алдын алады. Апельсин тыныс алу үшін де өте пайдасы зор. С дәруменінің арқасында шырышты қабықтың зақымдануы мен бірге жүректі респираторлық аурулармен күреседі. Оның көмегімен қақырықты шығару арқылы өкпені тазалауға болады. Бұдан бөлек апельсин демікпе белгілерін азайтады. Олар демікпе ұстамасын қоздыратын жасушалардың сезімталдылығын төмендетеді. Асқазан мен ішек үшін де пайдалы. Апельсин майегінің талшықтары ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Цитрус жемісі ішектің тітіркенуін синдромымен күресіп, іш қату мен іш өтуді жояды. Ас қорыту шырынын өндіруді таландыра және гастриттен арылта отырып, асқазанның қышқылдығын төмендетеді. Бүйрек үшін де өте пайдалы. Апельсин бүйрекке тас жинау қаупін азайтады. Жыныс жүйесі үшін апельсиндегі антиоксиданттар мен С дәрумені ерлер ағзасының репродуктивті функциясын қалыпқа келтіріп және көтере отырып, ұрықтың сапасы мен шапшаңдығын жақсартады. Ал фолий қышқылы енузды баланың кеміс дамуына әкеліп соқтыратын генетикалық зақымданудан қорғайды. Сүйектер мен буындар үшін апельсиннің құрамындағы кальций сүйек тіндерінің негізі болып табылады. Ал апельсинді үнемі тұтыну арқылы сүйектерді қатайтуға болады. Сонымен бірге апельсин ревматизмді, артрит және артеросклерозды дамуына жол бермейді. Жүрек және қан тамырлары үшін де пайдалы. Апельсин хош иістерін деңгейін төмендетеді және қан тамырларында холестерин түйіршіктерінің пайда болуына жол бермейді. С дәрумені еркін радикалдың зақымдануының алдын алады. Ол жүрек ұстамасынан қорғайды. Апельсин майегіндегі флавоноидтар қанды көбейтеді. Бұдан басқа апельсин жеу ағзадағы калий мен натрийдің балансын қалыпқа келтіреді. Ал бұл баланс бұзылса, жүрек ауруларының шалдығу қаупі бар. Апельсин жүйке үшін де өте пайдалы. Сондай-ақ апельсиннің көмегімен көңіл күйді жақсартуға болады. Флавоноидтар серотониннің, яғни бақыт гормонының өндіруіне көмектеседі. Бұл өзіңізді көбірек сенімді сезінуге және стрессті жақсы өткеруге мүмкіндік береді. Бір айта кететін жайт, апельсин шырынын 2 стақаннан артық ішуге болмайды. Және де шала піскен апельсиндерді, яғни өзінің сыртқы түсінен ақ белгілі болып тұрады, өңін бермеген шала піскен апельсиндерді жеуге болмайды. Және де таңғы аш қарынға апельсин шырынын ішуге мүлдем болмайды. Апельсин шырынын кез келген шырын жасайтынмен немесе қабығын ашып жей беруге де болады. Шырыны өте көп, дәмді, пайдалы, иммунитетті мықты көтеретін цитрустық жемістердің бірі.
Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, басқа да видеоларымды қарай жүріңіздер. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.